Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спорт кешенінде. Тема нашего сегодняшнего урока в спортивном комплексе. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Спорт кешені, спортивный комплекс. Спорт кешені, спортивный комплекс. Алаң, площадка. Алаң, площадка. Жаттығу залы, тренажерный зал. Жаттығу залы, тренажерный зал. Жаттықтырушы, тренер. Жаттықтырушы, тренер. Тәжірибелі жаттықтырушы, опытный тренер. Тәжірибелі жаттықтырушы, опытный тренер. Кезекші жаттықтырушы, дежурный тренер. Кезекші жаттықтырушы, дежурный тренер. Орталық стадион, центральный стадион. Орталық стадион, центральный стадион. Қолайлы, удобно. Қолайлы, удобно. Тегін, бесплатно. Тегін, бесплатно. Ақылы, платно. Ақылы, платно. Арнайы жеңілдік, специальная скидка. Арнайы жеңілдік, специальная скидка. Ойын, игра. Ойын, игра. Ойнау, играть. Ойнау, играть. Жиі, часто. Жиі, часто. Мүмкіндік, возможность. Мүмкіндік, возможность. Үйрену, научиться. Үйрену, научиться. Ойнап үйрену, научиться играть. Ойнап үйрену, научиться играть. Белгілі спортшылар, известные спортсмены. Белгілі спортшылар, известные спортсмены. Сіз спортқа қызығасыз ба? Вы интересуетесь спортом? Сіз спортқа қызығасыз ба? Вы интересуетесь спортом? Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Сәлем, Артур. Привет, Артур. Сәлем, Марина. Привет, Марина. Бүгін жаңадан ашылған спорт кешеніне барамын. Менімен бірге барасың ба? Сегодня пойду на новый спортивный комплекс. Пойдешь со мной? Спорт кешені қай жерде орналасқан? Где находится спортивный комплекс? Тәуелсіздік көшесінде, орталық стадион жанында орналасқан. Расположен на улице Тәуелсіздік рядом с центральным стадионом. Менің спортқа қызығушылығым артып келеді. Футбол ойнауды үйренгім келеді. Үйрену ақылыма? У меня большой интерес к спорту. Хочу научиться играть в футбол. Обучение платное? Жоқ, ол спорт кешенінде бәрі тегін. Жаттығу залы үлкен. Онда тәжірибелі және кезекші жаттықтырушылар жұмыс істейді. Нет, в этом спортивном комплексе все бесплатно. Тренажерный зал большой, там работают опытные и дежурные тренеры. Жаттығу аптасына неше рет болады? Сколько раз в неделю проводится тренировка? Аптасына 3 рет. Өзіңе қолайлы уақытты таңдауыңа болады. 3 раза в неделю. Можешь выбрать подходящее время для себя. Айтпақшы, келесі аптада белгілі спортшылармен кездесеміз.
Кстати, на следующей неделе мы встретимся с известными спортсменами. Қандай керемет! Онда бірге барайық. Как здорово! Тогда пойдем вместе. Жақсы, келістік. Хорошо, договорились. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.